Сәлем достар, Мейрамгүл Лайф каналына қош келдіңіздер. Каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Сонымен бүгінгі біздің видеомыз Wildberries Marketplace туралы. Өзімізге белгілі Қазақстанда Каспий магазинмен біз жұмыс жасаймыз. Каспий магазин Marketplace болып келеді. Сол магазиннен өзіміз тіркеліп товар таңдаймыз. Сол сияқты Wildberriesте Каспий магазиннің бір түрі болып келеді. Алдымызда біз Wildberriesті ашып отырмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай товарлар шықты, рекламалар бірінші бетінде, өзімізге белгілі бренд товарлар, соның ішінде мысалы Отши брендін магазин ашатын болсақ, осындай киімдер, әйелдерге арналған, ерлерге арналған сырт киімдер бар. Оған қоса өзіміздің де магазинімізді ашуға болады. Қысқарақ осы Wildberries туралы айта кетсек, Google Chrome арқылы Wildberries деп терсеңіз, қысқаша тарихы шығады. Өзімізге белгілі Россия, Америка, Франция, Италия, Испания, Белоруссия, өзіміздің Қазақстан, Қырғызстан, Армения, Польша, Словакия, Германия, Израиль, Молдавия, Турция, Өзбекстандарда Wildberries жұмыс жасайды. Қазіргі таңда Wildberriesте 180 миллион адам тіркелген. 50 миллионы адамдар сол Wildberries'тің ішіндегі товарларды көреді. Яғни біздің товарларды көреді. Бірінші товарды мен өзіміздің иеланнан таңдаймын. Өзімізге керекті товарларды осылай видео жасап, Wildberries'ке керекті суреттерді, видеоларды жасап таңдап аламын. Енді өзіміздің Wildberries'ке келетін болсақ, личный кабинет міне алдарыңызда тұр. Ең біріншіден сіздерде өздеріңіздің IP-ларыңыз болу керек. Wildberries'ке тіркелу үшін алдарыңызда мен өз товарларымды сіздерге көрсетіп отырмын. Ручка товарын таңдасақ, оған ең бірінші инфографика жасау керек. Менің каналымда инфографика сабағы Canva программасы арқылы жасалғаны көрсетіліп тұр. Екіншіден біз карточка жасауымыз керекпіз. Карточканың да екі түрі бар. Оны мен сіздерге келешекте әлі айтамын. Енді товар туралы мәліметті осылай толтырамыз. Материалы не үшін қолдану керек, производство қай жердікі, тип подарка дейді, кімге арналған, неше штук бар, соның барлығын осылай толтырамыз. 5 фотоға дейін, бір видеоға дейін салуға болады. Енді бағасына келетін, ең бірінші товарды карточкаға осылай салдық. Заказ бізге түсті. Заказды біз осылай Marketplace арқылы кіріп, сборка заданий деген жерге кіріп, осылай поэтапно басып, штрих-код, баркод, артикулдарын распечатка жасап, қай жерде распечатка жасау керек, қалай жасау керек екенін сіздерге айтамын. Бүгін мен сіздерге қысқаша Wildberries не екенін айтып отырмын. Арғарай архивқа түскен кезде, архив дегеніміз бұл Wildberries'тің складына түскен кезде не істеу, Wildberries складына түскен кезде отсортированы деп өзімізге көрсетіліп тұрады. Арғарай осы телефон арқылы, ноутбук арқылы товарларымыз қайда жеткенін біз көре аламыз. Алдарыңызда бәрі көрсетіліп тұр. Ең басты товарды қойған кезде бағасына мән беру керек. Бағасын қоймас бұрын біз логистиканы, аналитиканы зерттеп алу керекпіз. Мен сіздерге ручка көрсетіп отырмын, карточкасын. Қазір ручка туралы қанша процент комиссия алады және логистика қанша алатынын көрсетейін. 10% за комиссию алады,
от суммы 10%. Стоимость логистики дейді. Стоимость логистики бізде 80 рубль болып тұр. 80 рубль біздің теңгемен санағанда примерно 600-700 теңге. Сол бағаларды қосуды ұмытпау керек. Енді ручкаға келетін болсақ, бұл ручка әртүрлі товарларда болады. Алдарыңызда енді көрсетіліп отырғандай баркод распечатка шығару. Баркодты осындай кішкентай принтер болады. Принтермен шығарамыз. Енді мен өзім Фульфимет қызметіне жүгінем. Бұл тауарды қоймаға қабылдау, сақтау, өңдеу және тұтынушыға жеткізуді қамтитын логистикалық өңдеу процестерін кешені болып келеді. Енді қарапайым сөзбен айтқан кезде Фульфиметке 200 теңге төлеп, упаковкасын осылай жасап, алдымыздағы былай салатымен орап тұрғаны бұл пупырчатая пленка для упаковки дейді. Бұл упаковка өзі осындай балбырақтың формасы бойынша оралынады. Ол үшін осылай скотчпен жан-жағын орап, қарай уже баркод, өзімізге керекті штрих, артикулдарды распечатка жасап дайындап қойған болатын. Енді оның өзіне жабыстырып, ішіне бір жабыстырады және упаковканың сыртына бөлек осылай әдемі көрінбейтін жабыстырады. Енді бұл Фульфимет қызметі біздің Алматыда өте көп. Сіздер қай қаладан болсаңыз да, Қазақстанның басқа облысында болсаңыз да, сіздер товарды осылай Фульфимет арқылы жібере аласыздар. Олар ары қарай Балберес складына апарып тастайды. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге әлі жаңа видео салатын боламын. Сау болыңыздар.